Сәлем достар, теңдеудің қалған есептерін қарастырамыз. 85-ші есепте ыдыстардың сыйымдылығы бірдей, ыдыстың саны, ыдыстың сыйымдылығы. Демек, бізде x бөлінген 28 деп аламыз, сол жағына оң жағына 72 бөлінген 24 деп аламыз. Міне осындай теңдеу шығады. Сол жағын өзгеріссіз қалдырамыз. X бөлінген 28 тең 72-ні 24-ке бөлгенде 3 шығады. X тең 3 көбейтілген 28. X тең сонда 28-ді 3-ке көбейткенде 84 шығады. Демек, бізде 28 данада 84 литр бар екен. Арғарай бізде мөлшері бірдей, демек бізде құнын табу үшін x бөлінген 85 дейміз. Тең 420 бөлінген 84 дейміз. X бөлінген 85 қалады. Тең 420-ны 84-ке бөлсек 5. X тең 5 көбейтілген 85 болады. X тең 85-ті 5-ке көбейткенде 425-ке тең болады. Демек, бізде мөлшері 5-ке тең болады, ал құны бізде сонда 85 теңгеден алғанда 425 теңге болған екен. Арғарай үшіншісі бізде арақашықтығы бірдей, арақашықтық S тең V көбейтілген T болады. Бізде жылдамдықты табуымыз керек. Демек, бізде X көбейтілген 2 сағат, 36 көбейтілген 3 сағат болады. S тең екеуінде де бірдей болып тұр. X көбейтілген 2, 36-ны 3-ке көбейткенде бізде 108-ге тең. X тең 108-ді 2-ге бөлеміз. X тең сонда 54-ке тең болады. Сонда бізде жылдамдығы 54 км сағатқа тең болады. Ал бізде арақашықтығы 108-ге тең. Сексен алтыншы есепте түбірі 5 саны болатындай етіп, жұлдызшаның орнына сан қойыңдар. Демек, бізде x-тің орнына 5 қойып, жұлдызшаны табамыз. 9 көбейтілген 5 қосылған 5 тең жұлдызшаға болады. 9 жерде 5-ім 45 қосылған 5 тең жұлдызшаға. Сонда жұлдызша тең болады 50-ге. Екінші есепте де дәл солай x-тің орнына 5 қоямыз. 8 көбейтілген 5 азайтылған 4 тең жұлдызшаға. 8 жерде 5-ім 40 азайтылған 4 тең жұлдызшаға. 40-тан 4-ті алсақ бізде сонда жұлдызша 36-ға тең болады. Үшінші есепте жұлдызша минус 13 көбейтілген 5 деп аламыз, тең 12-ге. Жұлдызша 13-ті 5-ке көбейтсек 65 тең 12-ге. Жұлдызшаны тапқанда бізде 12 қосылған 65 болады. Жұлдызша сонда 77-ге тең болады. Арғарай 87-ші есепте тізбектей алынған екі натурал санның қосындысының мәні 303-ке тең болады. Бізде екі натурал сан болса x қосылған 1 болады. Тең 303-ке. Енді x-қа x қоссақ 2x тең 303 қосылған 1 оң жаққа барғанда азайту 1 болып барады. 2x тең азайтқанда 302-ге тең болады. X-ті тапқанда 302-ні 2-ге бөлеміз. Сонда x тең болады 151-ге.
Бізде бұл тек қана бірінші санымыз 151-ге тең. Ал екінші санымыз сонда 151-ге 1-ді қосқанда 152 саны болады. Ары қарай жұп цифрмен аяқталатын тізбектей алынған 3 натурал санның қосындысының мәні 306-ға тең. X бірінші санымыз, екінші санымыз x қосылған 2, үшінші санымыз x қосылған 4 болып кете береді ары қарай. Осы сандардың қосындысы 306-ны береді. Енді x-тарды қосқанда бізде 3x болады. Сандарды қосқанда 6 тең 306-ға. 3x тең 306 алынған 6 болады. 3x тең азайтындыдан бізде 300 шығады. X тапсақ 300-ді 3-ке бөлеміз, x тең 100-ге болады. Бұл бірінші санымыз бізде 100 деп отырғанымыз. Ал екінші санымыз x қосылған 2 демек 102 болады. Үшінші санымыз x қосылған 4 демек 104 болады. 90-шы есепте тік төртбұрыш пен шаршының периметрлермен ауданын салыстырамыз. Бірінші периметрін тауып алайық. 2 көбейтілген 8 қосылған 2 болады. Тең 2 көбейтілген 10, жауабы 20 сантиметр болады. Енді шаршының периметрін есептейік. 4 көбейтілген 4-ке тең 16 сантиметр болады. Енді тік төртбұрыштың ауданын табайық. 8 көбейтілген 2 тең 16 квадрат сантиметрге. Шаршының ауданын табайық. 4-тің квадраты бізде 4 көбейтілген 4 16-ға тең. Демек тең болады. Ал периметрі тік төртбұрыштың үлкен болады. 90-шы есептің екінші есебінде шаршы мен тік төртбұрыш берілген. Бірінші шаршыны тауып алайық. 4 көбейтілген 5 тең 20 сантиметрге. Екінші тік төртбұрыштың табайық. 2 көбейтілген жақшаның ішіне 5 қосылған 4 ені мен ұзындығы. 2 көбейтілген 9 тең 18 сантиметрге. Демек бізде шаршының периметр үлкен болады екен. Ары қарай бізде енді ауданын табамыз. 5-тің квадраты демек 5 көбейтілген 5 болады. Тең 25 квадрат сантиметрге. Ауданын табайық. Тік төртбұрыштың 5 көбейтілген 4 болады. Ұзындығы мен енін көбейткенде 20 квадрат сантиметрге тең болады. Бұл ауданында да бізде шаршының ауданы үлкен болады екен. 91-ші есепте бізде кестені толтыруымыз керек. Біріншісінде бізде S белгісіз, V көбейтілген T-ға. V-ның орнына 20, T-ның орнына 5. Демек бізде 100 километр арақашықтыққа тең болады екен. Екінші кестемізде бізде уақыт белгісіз T, S бөлінген V-ға тең формуласы. S-тің орнында бізде 896 сантиметр тұр. Бөлінген V-ның орнына 128 қоямыз. Тең жауабы 7 секунд болады екен. Үшіншісінде бізде жылдамдық берілген. Жылдамдықты табуымыз керек. V, S бөлінген T-ға тең. S-тің орнында бізде 377 метр. Ал уақытта бізде 29 минутқа тең. Сонда V тең болады 13 метр минутқа. Ары қарай 6-да екінші кестені орындайық. Бізде бағасы мөлшері құны берілген. Бірінші құнын табуымыз керек. Құнын табуымыз үшін бағаны мөлшерге көбейтеміз. Баға бізде 150 теңге, мөлшері 15. 15-ті 15-ге көбейтсек 225, жанына 1 нөл тіркейміз. Сонда
2250 теңге болады екен құны. Ары қарай екіншісінде бізде мөлшерін табамыз. Литр мөлшерін табу үшін біз құнды бөлеміз бағасына. Құны бізде 900 теңге екен жалпы. Бөлінген бізде бағасы 300 теңге. 900-ді 300-ге бөлгенде 3 литр шығады. Үшіншісінде бізде бағасын табуымыз керек. Бағасын табуымыз үшін құнды бөлеміз мөлшерге. Құнның орнына бізде 125-ті қоямыз. Мөлшердің орнына 5 килограммды қоямыз. 125-ті 5 келгенде 25 теңге килограммына шығып тұр екен. Достар, видео ұнаса лайк бас, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Каналға тіркеліп достарыңызға да таратыңыздар. Келесі кездескенше.